қазір сізден ешкім сұрамайды, қазақ тілін таңдайсың ба деп, орыс тілін таңдайсың ба деп. Сіздердің қазір кімнің телефонында Каспийдің, Халық банктың тілі орысша тұратын болса, сіз орыс тіліне қызмет қылып, славян христиан болып отырсыз. Ренжімеңіз. Сіз ата-бабаңызды қырған ұлтқа жұмыс істеп отырсыз. Сіз қазаққа жаныңыз ашып отырған жоқ. Сондықтан қазір бәріміз телефонымызды ашамыз да Каспийіңізді қазақшалап қоямыз. Неге? Өйткені таңдау қай тілде көп жасалса, сол тілде қоғамда сұраныс көбейеді. Сондықтан қазақ тілінің талабы төмендеп түсе береді. Сөйтіп біздің талабымыз, таңдауымыз төмендейді. Мына өзбек тілі Google-дың тілінде тұр. Өзбек тілі Яндекстің тілі. WhatsApp-тың мына жерде қосымшасы бар. Мәселен, орыс тілінде. Здравствуй, как дела? Я сейчас в институте работаю. Айттым, анау мен жазып берді міне. Тура осы сияқты өзбекше айтсаң, өзбекше жазып береді. Түрікше айтсаң. Biz şimdi Mekke Medine'ye geldik. Sizler neredesiniz? Ben айтқаным жазып берді, қатесіз. Міне. Мен 6 тіл білем. 6 тілде мақала жазам. Қалған 5 тілде мақала жазғанда диванда осылай жатып аламын да, мына планшетімді ұстап алып, сөйлеп жаза беремін. Ал қазақ тілінде 6 беттік мақала жазу үшін компьютердің алдында отырам қолыммен теріп. Қазақ тілін мынау танымайды, түсінбейді. Өйткені сіздің біздің кесірімізден.